Сәлем етсіңдер ме балалар? Мен сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Сендердің көңіл күйлерің қандай бүгін? Жақсы. Алла айтыңдаршы, бізге жылды қаймыз бүгін? Жақсы. Қандай күз айларын білесіңдер, атап жіберіңдерші. Қандай күз айын білеміз, қане айтып жеңдер. Жандар, бізге қонақ келіпті. Балалар, сендер роботтың тапсырмасын орындауға дайынсыңдар ма? Мен естауал мысал кесімді. Сосын мысық келді сиырға. Мысық сұрады: Сиыр, сен маған сүт берші. Менің қарным ашып келеді. Мысық. Ағасқа. Аға, айта бер. Ағас берші маған сапылап. Мен сізде маған су әкел. Сосын ол келді қыздарға. Не сұрады қыздар? Қыздар су берші маған ағас дем. Иә, жақ. Сізге келді. Ағас берші. Сен маған жұмыртқа бер. Содан саған берем жұмыртқа. Жақсы. Тауық не берді? Жұмыртқа. Жұмыртқаны кімге берді? Осы мамандықтарға қажетті құралдарды тауып беруіміз керек. Мұғалім. Мұғалімге не керек екен? Қане айтшы, Кәусар. Жақсы. Қай мамандық иесі? Кім мынау? Айтшы, қане, кім ол? Өрт сөндірушіге не керек екен? Иә, өрт сөндіргіш. Расул, тағы не керек? Дәрі керек. Тағы не керек? Қазақша айтамыз. Тарақ. Кім мынау? Мұғалімге не керек екен? Қане айтып жеріңдер. Кресло керек екен. Тағы не керек екен? Фен керек екен. Мынау не? Полиция қызмет керек екен. Оған не керек екен? Айта ғой, сенде қай мамандық иесі? Дәрігер. Ал тонометр. Тақта иесі. Парикмахер. Шаштарға не керек екен? Тарақ. Сафия, айтасың, мұғалімге не керек? Кітап, қазақша айтамыз. Балалар, келесі дидактикалық ойын қоянды тамақтандырамыз. Бұл роботтың 3-ші тапсырмасы. Міне сендердің алдарында сәбіздер жатыр. Бұл сәбіздер жай сәбіз емес, сиқырлы сәбіз. Ал енді есепте неше шығады? 2, енді екінші жағынан 4 бар. Ал енді сана барлығын. Неше шықты? Ендеше 2 қосу 3. Неше болады екен? 3. Енді санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Неше шықты? 5. Рауан. Оған 1-ді қосасың. Неше шықты? 4 шықты ендеше? Жақсы. Қосу 0. 2-ге қосу 4. Ал неше болады? 6 болады екен. Жақсы. Неше болады 2-ге 9? Неше болады? 2. Жақсы. 2 қосу 2. Кем болады? Саласын. Неге? Неге? Қандай? Неше болады екен? 6. 2 саны бар. Қоянға саламыз. 6. Жақсы. 5. Ал, неше шығады? 5. Неше шықты? Сенде қандай сандар? 0. Қосу 1. Неше болды? 1. 1, жақсы. 2.
қосын бір, үш. Бір қосын екі. Анадан бір саусақ шығар мынадан. Біреу. Нешеу енді санайық. Бір, екі, үш. Неше шықты? Үш. Сен айта қой. Үш қосын екі. Неге дұрысқа ойланайық. Қане саусағыңды санап көрсетші кәне. Үш саусағыңды ал, одан кейін екеуін алғаннан. Бір жағына үш саусақты ал, мына қолыңа үш саусақ. Иә, енді мына жаққа екі саусақ ал. Енді осыларды сана. Кәнеке бірге санайық, иә? Жақсы бара ғой. 0 қосу 3. Неше болады? Неше болады? 3 болады. Ендеше қай сан? 5. Қосу 1. Ал, нешеу шығады? 5-ке 1 қосу. Мынадан бір саусақ шығады. Мынадан біреу. Бір жағынан біреу шығады. Ал, енді санайық. Сана енді. 1, 2, 3, 4, 5. Неше дене сан шықты? 6. 4 қосақ 1. Ал, неше шығады екен? 5. Иә. Қосақ 4. 4. Ал, нешеу шығады Расул? Есептеп кәне, тұр. Есептеп ал бірінші. Неше шығады? Неше деген сан шығады? Бірге 4 толса. 5. 5. Ендеше қай қоянға саламыз? Қай саны бар қоянға саламыз? 5 саны бар қоян. Қосу 6. Неше шығады? 0 алтын қоссақ? 6. 6 шығады дейді, 6. Жақсы балалар. 1 қосақ 4 5. Жақсы. Жақсы. Неше буын бар? 3 буын бар. Ал дыбысы қандай дыбыс екен? Дауыссыз ба? Дауыссыз дыбыс екен. Қай дыбыс шықты? Қандай дыбыс? Дауысты ма не дауыссыз ба? Дауысты екен. Ал дауысты қандай текшемен белгілейміз? Қызыл. Жақсы. Ал енді дыбысынан басталатын сөздер айтып жүрейікші кәне тез-тез. Айтайық. Неше? 2.